Адамның айтқан сөзі ішкі жан дүниесінің сүзіліп шыққан айнасы. Адамның ішкі жан дүниесіндегі қимыл қозғалыстың бәрі одан әрі алға басуға әзірлік. Сенің қалыбың екі нәрседен құралады. Бірі көзіңе көрініп тұрған дене құрылысының, мұның тән деп айтады. Мұны көзбен ашық көруге болады. Екіншісі ішкі жан дүниең, оны жан деп те айтады, немесе діл деп те атайды. Адам жалғыздықта ғана өзіне қайтады. Жан дүниесіндегі бар байлығы өзіне ашылады. Ондайда әдемі киіміне қарамастан тоғышардың бейшара көңілі өксік атады. Ал есіл адамдар иен қағырда жүрсе де құлазуға ұшырамайды. Жан дүниесіндегі сөздер пісіп болғанша оларды сөйлеуге болмайды. Әр іс-әрекеттің тууына түрткі болар себеп бар. Адамның әр харекетінен оның жан дүниесінің сыры аңғарылады. Маңына ұрық шашпаған жақсылық жапанда жалғыз өскен бәйтерекше тұл болады да қалады. Өзің үшін ғана өмір сүру озбырлық. Адамгершілікке ұмтылмаған өмір ұйқымен өтеді. Мал үшін таласпа, ар үшін талас. Ұятың жоқ болса, ақылыңның көптігінен не қайран. Жасырғаның жоғалады, бергенің оралады. Инабатты адам иттен де ұялады. Адамның ең асыл қасиеті жақсылығы. Досыңа достық қарыз іс, дұшпаныңа әділ бол. Жақсылық пен игілікке алыс жақыны жоқ. Адамда екі түрлі қылықтың жолы бар, бірі тіршілік қамы, бірі адамшылық қамы. Адам неғұрлым ақылды, мейірімді болған сайын, соғұрлым өзгенің жақсылығын бағалағыш келеді. Қайырымды адамдар құнарлы жер іспеттес, алғанын сан есетіп қайтарып береді. Ар жазасы бар жазадан ауыр жаза. Жалған намыс қасиет емес, ар сақтаған қасиет. Бөрінің артынан бөлтірік ақылды болғандықтан ермейді. Мініп көріп безгенше, мініп алып түзе. Әр адамның құдайы оның ары. Арлы адам ардақты, ар ардақтың анасы. Егер екі адам шын жауласса, екеуі де кінәлі деп біл. Үлкен алдында жас қарызы, ата алдында бала қарызы, әдеп пен сый. Арына симағаннан аулақ бол. Таяқ жеген адамнан да ары аяқ асты болған адамның түріне қарау аянышты. Жақсы бұзылмасын де, ал бұзыла қалса жасықтың жасығы болып шығады. Еккенің тікен болса, орғаның балауса болмас. Біреуге зәредей кесір келтіргенше, өзіңнің қалың сорға батқаның абзал. Жақсылық еліктеушіден гөрі табынушысын көбірек табады. Арам да, адал да айналып келгенде әрқайсысы өз сыйын алады. Өзі азғын, өзгені де азғын көрер. Адалдықтың белгісі арамдыққа құл болма адал болсаң,
әлсіздерді қинама, адам болсаң. Жасанды кішіпейілділік жақсы қасиет емес. Қасиетін сезем деп ана тілдің қауырсыны қалмады қанатымның. Жалған намыс қасиет емес, ар сақтаған қасиет. Еңбек сүйгіштік адамның адамдық қасиетінің негізгі өлшемдерінің бірі. Ерлік дегеніміз жан дүниенің ұлы қасиеті. Ержүрек атанған халық өзін мақтаныш етуге тиіс. Дөрекі болу өз басының қадір қасиеті туралы ұмыту деген сөз. Біз өзіміздің аяулы қасиеттеріміз жайында неғұрлым көп айтсақ, соғұрлым оған жұрт аз сенеді. Қызара білу, ұяла білу адам бойындағы ең тамаша адамгершілік қасиет. Адам ірілігі бір сипат емес, ішкі тысқы сан сипат қасиеттерінен құралады. Адамға тән бір жақсы қасиет өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ете алу. Біздің жақсы қасиеттеріміз көп жағдайда шеберлікпен өңі өзгертілген кемістіктеріміз болып табылады. Топас тоғышар байып кетсе, адамдық қасиеті одан сайын кемиді. Баламен қарым қатынас жасағанда ең жақсы мәнер қолданыңыз. Оған өзіңізде бар ең жақсы қасиеттерді ұсыныңыз. Кемшіліктеріңізді ойлап сары уайымға салынбаңыз, ал өзгелердің кемшін тұсын мүлде ойға алмаңыз. Жақсы қасиеттерді бойыңызға сіңіруге тырысыңыз, ал кемшіліктеріңізден қураған жапырақтың үзіліп түсетіні сияқты уақыты келгенде арыласыз. Ең қасиетті нәрсе адамның өзіне өзі наразылығы. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос өмірінде өкіндірмес қасиеттер осылар. Адам баласының ең қажет екі қасиеті ақыл мен сөз.